Әркім қазақ мифологиясындағы түрлі қорқынышты кейіпкерлерді біледі. Шайтан, мыстан кемпір, албасты және тағы басқа. Алайда Диснейдің қорқынышты теориялары қазақ мифологиясына қалай ұқсайтыны туралы көрмегендеріңіз анық. Кім қорқанын білмейді, сол қорқады дегендей, бүгінгі видеода сіздер таңғаласыздар. Сондықтан оны соңына дейін қараңыз. Ең бірінші Мулан деген мультфильмнен бастайық. Мультфильмде еліне адал батыл қыз Муланның оқиғасы баяндалады. Қытайға ғұндар басып кіргенде император әр отбасынан бір ер адамның әскерге келуін талап етеді. Қыз өзі қартайған ауру әкесі майданға аттануға мәжбүр болады. Әкесінің өлімін қаламай, Мулан түнде оның сауыт сайманын киіп, ер адам кейпінде өз еркімен соғысқа аттанады. Әскерде өзін Пинк деп таныстырады. Муланға оның отбасылық рухтар жіберген кішкентай Мушу айдаһары мен бақыт шегірткесі көмектеседі. Басында жаттығуларда қиналғанымен, Мулан өзінің тапқырлығы мен төзімділігінің арқасында капитан Ли Шангтың ең үздік сарбаздарының біріне айналдырады. Және де әскерлердің шешуші шайқастарының бірінде Мулан зымыранды қар көшкінін тудыру үшін қолданып, ғұндардың қалың қол әскерін жойып жібереді. Алайда осы шайқаста жарақат алып, емделу барысында оның қыз бала екені белгілі болады. Заң бойынша оны өлім жазасына кесу керек еді. Бірақ капитан Ли Шанг оның өмірін сақтап, әскерден қуып тауға тастап кетеді. Мулан ғұндардың басшысы Шан Ю мен оның тірі қалған бірнеше сарбазының императорды өлтіру үшін Астанаға бара жатқанын көреді. Ол қалаға келіп Ли Шанг пен достарын ескертеді, бірақ басында оған ешкім сенбейді. Ғұндар императорды тұтқынға алғанда, Мулан достарымен бірге сарайға кіріп, айламен жауды жеңеді. Мулан бүкіл Қытай елін құтқарып алады. Соңында император Муланға ерекше құрмет көрсетіп, бүкіл халық оның алдында бас иеді. Мулан үйіне оралып, әкесінің ақ батасын алады, ал капитан Ли Шанг оған сезімін білдіру үшін үйіне іздеп келеді. Қазір бұл қарапайым мультфильм сияқты көрінгенмен, негізінде бұның ішінде қазақи мифологияларға ұқсас теориялар жатыр. Мысалы, Мушуды қарастырсақ, Мушу ол қарапайым айдаһар сияқты және күлкілі кейіпкер ретінде көреміз. Бірақ шын мәнінде ол Муланның ата-бабаларының рухтар жіберген шайтан. Муланды соғыстан алып сақтап қалудың орнына, ол Муланды керісінше соғысқа апарғызады және де соғысқа дайындайды. Ал бұл өздеріңіз білетіндей шайтанның ісі. Немесе қазақ мифологиясында албасты деген ұғым бар. Ол адамдарды алдап өз мақсаты үшін пайдаланатын қу рух, және Мушуды соған теңеуге болады. Мультфильмде ол Муланға көмектесіп жүргенде көрінеді. Бірақ тереңірек назар аударсақ, Мушудың басты мақсаты Муланды құтқару емес, өзінің жоғалған беделін қайтару болуы мүмкін. Өйткені ол басында мен сіздерге айтуды ұмытып кеттім. Рухтардың қасында өз беделін көтеру үшін Муланға көмектесуге барды. Сол үшін ол қызды үлкен қауіпке, тіпті соғысқа апарады. Және де ата-баба рухтары болса, қазақ түсінігіндегі аруақтарға ұқсайды. Олар отбасын қорғап дұрыс жол көрсетуге тырысады. Бірақ Мушу олардың арасынан қуылған рух ретінде көрсетіледі. Сондықтан кейбір көрермендер Мушуды жай ғана өз пайдасын ойлайтын айлакер рух деп есептейді. Енді мұзды өлке мультфильміне көшейік. Ол мультфильмда біз Эльзаның мұзды күші бар екенін білеміз. Және де ол өзімен бірге қолғабын киіп жүреді. Бірақ неге бала кезінен қолғабын тастамайды? Негізі ресми нұсқа ол күшін жасыру үшін болады. Бірақ бұл тым қарапайым көрінеді. Сол үшін қазақ мифологиясына үңілсек, дене түршігерлік шындық ашылады. Біздің аңыздағы ең қауіпті мақұлықтардың бірі ол жезтырнақ. Ол ер адамдарды арбап, сосын етін жейтін өте сұлу әйел кейпіндегі құбыжық еді. Оның жалғыз айырмашылығы саусақтарындағы өткір және улы жезтырнақтары. Және Эльза да сол жезтырнақтар жасыру үшін үнемі қолғап киіп жүреді. Эльзаның да қолғабын шешуден зәресі ұшуы оның ішіндегі құбыжықтың табиғатын білдірмей ме? Ол қол тигізгеннің бәрін мұзға, яғни өлі денеге айналдырады. Оның қолғабын шешкен сәтте оның ауылында не басталғанын есіңізге түсіріңізші. Ол жерге тек қана қан мен өлім ғана жетіспеді. Біз Эльза мультфильмдегі Эрендел деген қаланы білеміз. Ол Эльзаның туып өскен және Аннаның да туып өскен қаласы. Және де сол қалада Эльза өз патшалығына мәңгілік қыз орнатады. Көпшілік үшін бұл жай ғана әдемі диснейлік декорация болып көрінуі мүмкін. Бірақ көшпенді қазақ баласы үшін бұл ең сұмдық апат, яғни жұт. Жұт келсе мал қырылады, ашаршылық басталады, халық өледі. Егер Анна оны тоқтатпағанда, Эренделдегі халық түгелдей аштықтан қырылар еді. Миф бойынша мұндай зауалды жай сиқыршы емес, тек алып рух қана шақырылады. Сондықтан бұл теория бойынша Эльзаның ішіне ежелгі қыз рухы айналасын мұзбен улайтын соғым айдаһарының қарғысы келген. Ол зұлым емес, ол тірі табиғи апат. Және Эльзаның бұл тірлігі адамдарға бәле жала жабатын мыстан кемпірдің зауалымен теңестіруге болады. Эльза сұлу екеніміз бәріміз білеміз, бірақ ол сұлулықпен арбайтын су перісіне ұқсайды. Эльза адам емес, ол қазақ аңыздарындағы су перісіне ұқсайды. Біздің мифтерде су перілері өте сұлу, ай десе аузы, күн десе көзі бар арулар ретінде сипатталады. Бірақ бұл сұлулық тек тұзақ. Адамдарды арбап, өз әлеміне тартып, өмірлік энергиясын сорып алу үшін ғана берілген. Эльзаның тауға қашып кетіп, өзіне мұз сарайын соғатын естеріңізде ме? Ол сонда өзін еркін сезінеді. Ол адамдардан алыстап, өзінің суық әлемін құрады. Кез келген адам ол әлемге кірсе, мұз болып қатады, яғни өліп қалады. Оның сұлулығы мен сиқырлы әні
айналасындағыларды, соның ішінде туған әпкесі Аннаны да жетелеген сиқырлы тұзақ болатын. Міне мен сіздерге Мұзды өлке мультфильмінің 3 түрлі қазақша теориясын айттым. Эльза Диснейдің бақытсыз қызы ма, әлде біздің даламыздан еуропалық ертегіге келіп ауысып келген жезтырнақ су перісі немесе жұт-рух немесе мыстан кемпір ме? Және де қай теорияға сіз көбірек сенесіз? Соны комментке жазып кетіңіз. Енді су перісі Ариэль немесе Русалочка мультфильмін қарайық. Ол мультфильмға арналған қазақ мифологиясына қатысты нәрселер көп. Және ең біріншісі ол су перісі. Дисней бізге Ариэльді сүйкімді, мейірімді етіп көрсетеді. Бірақ қазақ мифологиясында су перісінің нағыз табиғаты қандай? Біздің аңызда су перілері өте сұлу, ұзын шашты, бірақ өте қауіпті мақұлықтар. Олар өзен көлдің жағасына шығып, алтын тарағымен шашын тарап, адамдарды өз сұлулығымен арбайды. Мақсаты адамдар су түбіне тартып, тұншықтырып қанын ішу. Ариэльдің де адамдар халық болып қырылған, суға батқан кемелердің арасында солардың заттарын ұрлап жүретін есіңізге түсті ме? Оның адамдар әлеміне соншалықты қызығуы жай ғана қызығушылық емес. Адам қанына құмар, сорақ инстинкттің оянуы болуы әбден мүмкін. Біз Ариэльдің керемет сұлу дауысын білеміз. Және де бұл Ариэльдің басты қаруы. Оның әуезді дауысы мультфильмде оның Эрикті есінен тандырып гипноздап тастайды. Ал енді қазақ мифологиясына жезтырнаққа келейік. Жезтырнақтар өз олжасын тек өткір тырнақпен ғана емес, даусымен және де оны қозғалтпай адам санасын улайтын сиқырлы үнмен, айқаймен және күлкісімен қорқытады және алдайды. Ариэльдің ән айтқанда бүкіл теңіз тынышталып, Эриктің одан көз алмай қалатыны ол махаббат емес, кәдімгі жезтырнақтың арбау сиқыры. Урсула соның даусын тартып алғанда, Ариэль өз құрбанын, яғни Эрикті баурап алатын ең басты сиқырлы қаруынан айырылып дәрменсіз болып қалады. Және үшіншісі сегізаяқ Урсула. Ол сегізаяқ жай ғана ренжеулі сиқыршы кемпір емес екен. Ол қазақ мифтеріндегі су астында мекендейтін албасты немесе жексұрын деп атауға болады. Қазақ аңыздарында албасты адамдармен келісімшарт жасасып, олардың ең құнды нәрселерін тартып ала алады. Урсула дәл солай істеді. Ол теңіз тұрғындарының жанын алып, оларды үңгірде тірі өлік ретінде құлдықта ұстады. Ариэльмен жасасқан келісімі албасының басты жанын бақылауға алу үшін құрған қақпаны болатын. Урсула болса Ариэльдің нәпсісін, яғни адам болуға деген құштарлығын пайдаланып, бүкіл су асты патшалығының, яғни Тритонның айырын тартып алуды көздеген нағыз жұмбақ зауал. Сонымен Ариэль ханзадан іздеген керемет ханшайым ба, әлде кеме апаттарынан ләззат алатын, даусымен гипноздайтын су перісі ме? Бұл теориядан кейін кішкене ойланып мультфильмді басқаша көретін боласыз. Және де қай болжам сізге көбірек ұнады? Соны комментарийге жазып кетіңіз. Міне достар, осымен мен сіздерге Диснейдің қазақ мифологияға ұқсайтын қорқынышты теорияларын айттым. Егер видеоны аса лайк басып каналға тіркеліп кетіңіздер. Және де ұнаған теорияны жазыңыздар.